Mercedes 211 2005 жылғы рестайлинг. Машинаның печкасы суық үрлеп тұр. Біз диагноз жасап көреміз не болғанына. Бірі газ басқанда ыстық үрлеп тұрған дейді. Одан кейін жай қоя бастады. Одан кейін вообще салқын ұрып кетті дейді. Помпа ма деп помпасын ауыстырып көрген болмаған. Қазір диагностикада не көрсетеді. Бұл кісілер өздер бұларда печкада клапан болады. Ыстықты жаздың күні ажыратып қосып тұратын кран сияқты. Содан ба деп ойлап отыр. Диагностикадан қазір көреміз не болып жатқанын. Так, печканың блогы сам модуль оң жақ. Сам модуль. Компонент М13 тепловой насос циркуляции воды дейді. Ага. Циркуляция М13 сохраненный, текущий емес. Насосына жалып түсіп тұр. Қазір насосын көреміз. Не болды екен насосына. Міне дополнительный насос печкаға баратын міне подача. Былай қарай кетті печкаға қарай. Қарасақ, мына печкасы сынып кеткен. Былай әшейін құры бүйтіп тұр. Қазір енді былай салып көрем. Болмаса ауыстыра салу керек негізі. Салынды печкасы. Салынды печкасы. Қазір көреміз. Қалай болып тұрған. Алдыңғы жағында тұрады екен де. Салып қойдым. Керемет ысып тұр. Күшті. Мынау ғой, короче. Мерс деген. Айон машина екен. Ыстық ұрып тұр. Ыстық керемет ұрып тұр. Болды. Темасы бітті.